Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы етті туберкулезге тексеру. Бүгінгі сабақта сою алдындағы тексеру жайлы және де союдан кейінгі тексеру жайлы айтатын боламыз. Етті туберкулезге тексеру бұл ветеринарлық санитарлық бақылаудың маңызды бөлігі болып табылады. Сою алдында тексеру. Мал союға жіберілер алдында ветеринар малдың жалпы күйін, арықтауын, жөтел, әлсіздік сияқты белгілерді қарайды. Күдікті мал союға жіберілмейді. Союдан кейінгі тексеру, сойылған ет пен ағзалар міндетті түрде қаралады. Нақтылап айтатын болсақ, лимфа түйіндері, жақ асты, өкпе, ішектің маңы, өкпе, бауыр, көк бауыр. Туберкулез кезінде түйіндер үлкейген, ішінде ақшыл сары түйіршіктер пайда болады. Зертханалық тексеру, егер үлгі күдікті болса, ет күдікті болса, үлгі алынып, микроскопиялық немесе бактериологиялық зерттеу жасалады. Қорытынды шешім: жалпыланған туберкулез анықталса, ет толығымен жойылады. Жергілікті зақымдану болса, зақымдалған бөліктер жойылып, қалғаны қатаң өңдеуден кейін ғана пайдаланылуға мүмкін. Тек ветеринарлық мөрі бар ет сатып алу қажет, көшеден тексерілмеген жерден ет алмау қажет, және етті міндетті түрде жақсылап пісіру қажет. Туберкулез өзі қандай ауру? Туберкулез микобактериялар тудыратын адам мен малдың, сондай-ақ құстың ұзаққа созылатын жұқпалы ауру болып табылады. Аурудың негізгі клиникалық морфологиялық белгісі зақымданған мүшелердегі түйіндер, төмпешіктер. Аурудың этиологиясы мен патогенезі: ауру қоздырғышы микобактериум humans деп аталады. Ол адамдағы қоздырғыш. Микобактериум bovis деген ірі қарадағы қоздырғыш. Микобактериум avium деген құстағы қоздырғыш. Осылай үш түрге бөлініп аталады. Микробактериялар мал денесіне өкпе мен ас қорыту жүйесі арқылы енеді. Микроб түскен жер қабынады. Құстар туберкулезі микобактериум avium ауру асқазан және ауа арқылы жұғады. Жұмыртқа арқылы да жұғуы мүмкін. Патогенезі: алғашқы зақымдардың пайда болатын жері індеттің жұғу жолдарына байланысты. Қоздырғыш асқазан арқылы денеге енген жағдайда алғашқы өзгерістер ішек қабырғасындағы сөл фолликулдерінде табылады, әсіресе аш ішек пен соқыр ішектің түйіскен жерінде. Ауруға құс ауа арқылы шалдықса, алғашқы зақым өкпеде табылады. Тауықтарда алғашқы туберкулдер эпителиоид тошаларынан құралған, төңірегі лимфоид торшалармен шеңберленген болып келеді. Кейіннен торшалар ыдырап, өлі еттенеді. Індет үдей түссе, алғашқы ошақтардан туберкулез процесі қан арқылы бүкіл денеге жайылады. Ағзаларда тары түйіндей, одан да күшлеу туберкулдер пайда болады. Олар өзара дәнекер тоқымамен қабысып шоғырланады. Патологиялық анатомиялық өзгерістер: ішкі ағзаларда әр көлемді сарғыш сұр немесе сұрғылт ақшыл көптеген туберкулдер табылады. Өлі еттенген, біраз жұмсарған, бозғылт сары немесе сарғыш қоңыр түсті, сырты сұрғылт фиброзды тоқымамен қапталған көруімізге болады. Зақымдар зілді болса, бауыр мен талақ жарылады. Көкірек пен құрсақ қуыстарында қан құйылып, құс кенеттен өледі. Етті және безді қарындарда көлемі жаңғақтай, тіпті одан да үлкен туберкулдер табылады. Өкпеде зақымдар ұлпамен плеврасында дамиды. Олардың көлемі әртүрлі, көбінесе олар ұсақ және де одан үлкен болады. Егер ірі туберкулдер ыдырап, күрт өлі етке айналса, ұлпа телісіліп, каверна пайда болады. Құстардың сүйегі мен жілік майы жиі зақымдалады. Остеомиелитке тән процесс дамиды. Жілік майында өте ұсақ көптеген туберкулдер табылады. Кейде олардың көлемі бұршақтай болып келеді. Тауықтар мен күрке тауықтардың бауырындағы, талағындағы, ішектеріндегі және өкпесіндегі туберкулез зақымдары өте ұқсас келеді. Бұларда бауыр мен талақ жиі зақымдалса, үйректер мен қаздардың өкпесі жиі зақымдалады. Туберкулез көбінесе созылмалы түрде өтетін, іріп ыдырауға бейім, арнайы түйіншектердің, туберкулалардың әртүрлі мүшелер мен ұлпаларда түзілуімен сипатталатын, барлық жануарлар түрінің және адамдардың жұқпалы ауруы болып табылады. Туберкулездің алдын алу: мал иелері шаруашылық субъектілерінің меншік түрлеріне қарамастан, жануарлар туберкулезінің алдын алу мақсатында келесі шараларды жүзеге асырады. Біріншіден, қолындағы бар немесе жаңадан сатып алынған жануарлар туралы сәйкес әкімшілік аумақтық бірліктің ветеринариялық инспекторіне хабарлайды. Малдарды
сатуды, союға өткізуді, жайлауға шығару мен орналастыруды және де тағы да басқа орын ауыстыру мен топтастыруды, мал шаруашылығы өнімдерін сатуды сәйкес әкімшілік аумақтық бірліктің бас мемлекеттік ветеринариялық инспекторының рұқсатымен жүргізеді. Мал азығын дайындау барысында ауру жұқтырмау мақсатында қауіпсіздік шараларын сақтайды. Жаңадан келген жануарларға диагностикалық зерттеулер мен ветеринариялық өңдеулер жүргізу үшін 30 күн бойы оқшаулап ұстайды. Туберкулезге күмәнді жануарлардың ауруының барлық жағдайлары туралы ветеринарлық қызметке дер кезінде хабарлайды. Ветеринариялық мамандардың талабы бойынша иелікке алынған жануарлар туралы барлық қажетті мәліметтерді береді және де оларға тексеру, зерттеу мен өңдеулер жүргізу үшін жағдай жасайды. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Жақсы сау болыңыздар.